Сәлем достар, бүгін біз сіздермен тоқтың жұмысы және қуаты тақырыбына есептер шығарамыз. Алдымен бірінші есептің берілгенін оқиын. Тоқ күші 3,5 ампер болғанда 12 вольт кернеуге есептелген машинаның электр шамы 2 минут ішінде қандай жұмыс істейді дейді. Яғни электр шамында атқарылған жұмысты табуымыз керек. Тоқ күші дейді 3,5 ампер. Және кернеуі 12 вольт дейді. Электр шамы 2 минут бойы жанды дейді. Т тең 2 минут. Яғни біз міндетті түрде секундпен алуымыз керек. Енді 2 минутты секундқа айналдырсақ 60-ға көбейтеміз. Сонда бізде 120 секунд болады. Енді осы шамдағы атқарылған жұмысты табуымыз керек. Электр тоғының атқарған жұмысы. Яғни өткен тақырыпта теориялық бөлімде біз формуласын өттік, жұмысты есептейтін. Яғни А тең болады I U T. Енді бізге керекті барлық мәліметтер бар бұл есепте, демек бірден орнына қойып есептей берсек болады. А тең болады тоқ күші 3,5 ампер және кернеуі 12 вольт. Көбейтеміз, уақыты 120 секунд. Тең болады, есептейтін болсақ 5040 джоул болады екен. Яғни осындай жұмыс атқарыпты. Енді келесі екінші есепке қарайық. Екінші есепте бізде электр шамның кернеуі 12 вольт дейді. Кернеуі 12 вольт. Және егер одан өтетін тоқ күші дейді, өте аз екен тоқ күшінің шамасы 0,5 ампер дейді. Осы электр шамының қуаты қандай дейді. Яғни қуатын табу керек. Қанша екен? Енді өткен тақырыптағы теориялық бөлімде біз қуаттың да формуласын өткенбіз. Яғни P тең болады I көбейтілген U. Демек, P-мыз тең болады I 12 вольт, көбейтеміз 0,5 ампер, тең болады 6 ватт. Яғни бұл электр шамының қуаты бар болғаны 6 ватт қана екен. Енді біз келесі үшінші есебімізге өтейік. Үшінші есебі, яғни өткізгіштерді параллель және тізбектей жалғаумен қосылып берілген есеп, кішкене күрделі, алдымен берілген оқиын. Егер дейді, мына амперметрдің көрсеткіші 2 ампер болса, яғни мына шамнан демек 2 ампер тоқ жүреді деген сөз ғой, болса дейді, үшінші шамдағы қуатты анықта дейді. Яғни үшінші шамымыз бізде мынау. Осы жердегі қуатты анықтау керек дейді. Енді алдымен есептің берілгенін біз толық жазып алайық. Бұл бізде нөмір үшінші есеп. Яғни R1 беріліпті 3 Ом. Және R2 6 Ом. И осыдан өтетін тоқ күші, амперметрдің өлшеп тұрған I2 2 ампер дейді. Және R3 берілген, R3 ол 5 Ом. Бізге осы үшінші шамның қуатын тап депті. P3 қанша дейді. Қуатты табу керек. Әрине қуатты табу үшін, егер ода кедергі беріліп тұрса, кемінде біз ондағы тоқ күшін тауып алуымыз керек. Енді мына тізбекті қарастырсақ, мынау R1 мен R2 бір-біріне параллель жалғанған екен, 2 шам, және осы 2 шамға үшінші шам бізде тізбектей жалғанған екен. Енді заңдылықтарды жазып көрейік. Мысалға, R1 мен R2 шам үшін бұл жердегі кернеулер бір-біріне тең, яғни U1 мен U2 тең. Демек, I1, R1 тең I2, R2. Ом заңына сәйкес мына кернеуді ашып жасақ, ол тоқ күшімен кедергінің көбейтінсе тең. Сәйкесінше I1, R1 тең I2, R2. Енді бізге R1 мен R2 белгілі, демек орнына қойайық, өлшем бірліксіз, өйткені омдар екі жағынан да қысқарады бәрібір. R1-іміз бізде 3, I1 тең болады 6 I
2. Енді 3-ті теңдіктің келесі жағына ауыстырсақ, I1-іміз тең болады. 6I2-ні 3-ке бөлсек, 2I2 шығады. Яғни, жаңа бізде мынау екінші шамдағы тоқ күші 2 ампер деп берілген. Демек, бірінші шамдағы тоқ күші 2 көбейтеміз. I2-міз 2 ампер тең болады 4 амперге. Яғни, біз мына бірінші шамға келетін тоқ күшінде таптық. Енді қарап тұрсақ, бұл екеуі параллель, иә? Демек, жалпы осы екеуіндегі I1, 2 тоқ, жалпы тоқ 2 шамдағы ол I1 мен I2-ның қосындысы. Яғни, тең болады, I1-іміз бізде 4 ампер шықты, қосамыз I2 өзі берілген 2 ампер. Тең болады 6 ампер. Енді қарап тұрсақ, тізбектің мынау бөлігі үшін, яғни параллель жалғанған бөлігі үшін, тоқ күші 6 амперге тең екен. Енді бұл бөлік пен мына бөлік тізбекте жалғанғаны үшін, мынау I1, 2-міз I3-ге тең болады. Өйткені тізбектей болып тұр. Демек, ол да тең болады 6 ампер. Енді көріп тұрғаныңыздай, бұл жерде кедергісі белгілі. Енді қуатты табу үшін, P3 қуатты табу үшін, егер тоқ күші мен кедергі берілсе, I3-дің квадраты көбейтеміз R3-ге. Яғни, I3-іміз бізде 6, яғни 6-ның квадраты бізде 36 ампер квадрат. Көбейтеміз R3-іміз бізде 5 Ом. Демек, енді есептейтін болсақ, 5, 6-мыз 30, енді 5 пен 30-ды көбейтсек 150, демек 30-ды қоссақ 180, қуаттың өлшем бірлігі ватт болады. Яғни, мынау үшінші шамның тұтынатын қуаты ол 180 ваттқа тең екен. Балалар, бүгінгі электр тоғының жұмысы және қуаты тақырыбына шығарылған 3 есеп сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Егер қандайда бір түсініксіз жері болса, осы видеоның астына сіздер пікір қалдыра аласыздар. Мен сіздерге міндетті түрде жауап беремін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.